Өкінішке қарай қазір біздің қоғамда жалпы сыртқы келбетке көбірек мән беріп кетеміз біз. Мысалы, жаңағыдай діни атрибутикаларға, мейлі ол сақал болсын, балақ болсын, жаңағыдай хиджаб болсын, сол ұғымдармен арпалысып жүріп, мына жақта осындай әдеп деген сияқты, тәрбие деген сияқты кішігірім, бірақ өте маңызды тақырыптарды қолдан жіберіп қойып жатырмыз. Сол үшін де дін негізі, кез келген дін адамгершілікке, тәрбиелікке, жақсылыққа шақыратындықтан дінді тек бір жаңағыдай құлшылықтардың негізі деп қарастыру қате ұғым болады. Сол үшін де тіпті керек десеңіз ғалымдар, мысалы кезінде ғалымдар әдепсіз адам болса, мысалы ол қаншалықты ғалым болса да, қанша жерде мықты жаңағыдай бірнеше кітаптарды аударып тастаған, бірнеше кітаптарды оқып тастаған мықты ғалым болса да, әдепсіз болса, ол адамнан діни бір жаңағыдай білім алмаған. Міне бұдан байқаймыз біз қазақтың өзінде де, қазақ халқы да әдебі жоқтың діні жоқ деп бір ауыз сөзбен әдептің қоғамда өте маңызды рөл атқаратынын бір ауыз сөзбен тұжырымдап кеткен.